Happy Балапан Kids ұсынады. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Кемпір бір күні қаймаққа нан илеп, оны майға қуырып, бауырсақ жасауға кірісіпті. Қаймаққа иленген қамырды майға қуырып, бауырсақ пісіріпті. Оны терезенің алдына суытып қойыпты. Бауырсақ тіріліп, сүйкімді тіршілікке айналыпты. Бауырсақ терезеден секіріп, ауладан өтіп, көшеге қарай шаңғыта жүгіріп кетіпті. Бір кезде оған қоян жолығып: "Міңгақ, бауырсақ, мен сені жеймін" дейді. "Менің атым Бауырсақ, қаймаққа иленген майға пісірілген терезеде суығам. Қоян, ұстатпаймын сағанда." Оған қасқыр кездесіп, оның да жегісі келеді. "Қаймаққа иленген майға пісірілген терезеде суығам. Ұстатпай кеттім атама, әжеме, қоянға." Бауырсақ өзінің әнін қасқырға айтып беріп, қаша жөнеліпті. Бір кезде аю жолығады. Ол: "Бауырсақ, мен сені жеймін" дейді. "Қаймаққа іленген майға пісірілген терезеде суығам. Ұстатпай кеттім атама, әжеме, қоянға, қасқырға." Сөйтіп бауырсақ домалай жөнелетті. Аю тек көзімен шығарып салатты. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі кездеседі. "Сәлем, кішкентай бауырсақ, қайда барасың?" "Менің атым Бауырсақ, Бауырсақ, қаймаққа иленген майға пісірілген терезеде суығам. Ұстатпай кеттім." Әнің өте жақсы екен, бірақ жөнді ести алмай тұрмын. Бауырсақ, сен менің тұмсығыма шық та, әніңді тағы бір қаттырақ айтшы. "Менің атым Бауырсақ, Бауырсақ, қаймаққа иленген майға пісірілген терезеде суығам. Ұстатпай кеттім атама, әжеме, қоянға, қасқырға, аюға." Түлкі, сен мені жеп қайтесің? Жүр, одан да біздікіне барайыққа, атам мен әжеме. Олар сені тойғызады. Түлкі келіседі. Жолшыбай өздерімен бірге қоян, қасқыр мен аюды ертіп алады. Олар келсе, әжесі көп қаусырма пісіріп қойыпты. Ал бауырсақ терезенің алдында өзінің әнін айтып отырады. Егем сендерге бұл ертегі ұнаса, Happy Балапан Kids каналына жазылуды ұмытпаңдар.